Сәлем достар, қазір кезде қыс мезгілінде көп дайындалатын корейский капустадан кимчи салатын дайындаймыз. Ең алдымен капусталарымызды жақсылап тазалап аламыз. Керек емес артық бөліктерін, яғни шіріген бөліктерін міндетті түрде алып тастаңыздар. Мінекей менде ортасы осылай шіріп бастапты. Оның барлығын жуу барысында мен тазалап алып тастаймын. Одан кейін тазалап шыққаннан кейін осылай әрбір жапырақтарын жақсылап жуып, тазалап шығыңыздар. Міндетті түрде осылай жеке-жеке жуып, барлығын тазалап аламыз. Тазалап алған капусталарымызды осылай шұңғылдау ыдыстарымызға салып, тұзды су дайындаймыз. Ең алдымен суымызға тұзды көз мөлшерлеп саламыз. Тұздарыңыз дәмін татқан кезде ащы болуы керек. Одан кейін біздің капусталарымызға құйып шығамыз суымызды, тұзды суымызды. Капусталарымызды осылай полностью, яғни барынша суға батып тұруы керек. Мінекей осылай құйып алдық. Одан соң бетін жауып, үстін ауырлау затпен бастырып қоямыз. Менде осылай банкілерге су құйып, осылай бастырып қойдым. Жоқ дегенде 3 күн шамалы салқындау бөлмеде тұруы керек. 3 күннен кейін суын төгіп тастаймыз. Енді капусталарымыздың арасына ащы жағып шығамыз. Менде осындай дайын банкідегі ащы. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жағып шығасыздар. Егер ащыны қатты ұнатсаңыздар, молырақ қылып, ұнатпайтын болсаңыздар, шамалы аздау жағып шықсаңыздар жеткілікті. Мен осылай орташа мөлшерде барлық капусталарға жағып шықтым. Мінекей ыдысымызға салдым. Тағы да бетіне тарелкамызды қойып, шамалы ауырлау затты үстіне қойып, 2-3 күндей тағы да бастырып қоямыз. Міндетті түрде салқын бөлмеде қойып қоясыздар, сол кезде капустаның өзінің суы шығады. Мінекей достар, біздің капустамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.